Жылқы жылы жылқының етін жеуге болмайды деген пікірді әлеуметтік желіде оқып қалдым да күлдім. Жымидым. Осы ойды біздің қазекеңдер естісе не болады екен дедім, таңдай қақтым. Кеп ойлап қана қойған жоқпын, сіздермен бөлісейін деп шештім. Сіздер қалай ойлайсыздар? Жылқы жылында жылқыны жеуге бола ма, әлде болмай ма? Комментарийға жаза кетіңіздерші. Жылқының етін соғымға сойып алып қойғандар не істеп жатырсыздар? Не шешіп жатырсыздар? Жылқының ішінде қандай тұқым жақсы? Қандай порода ұстаған дұрыс? Қандай порода етті келеді, қандай порода қымызды көбірек береді деген сұрақтар да өте көп кездеседі. Бірақ қазақ айтады, мал өсірсең қой өсір, пайдасы оның көлік өсір дейді. Ылғи төрт түліктің төңірегінде бітпейтін дау жүреді. Ірі қараның беретін пайдасы да ірі дейді тағы баз біреулер. Сыртта Моңғолиядан, Қытайдан келген қазекеңдер көбінесе ешкі ұстайды. Ешкінің үстінде игілік бар дейді. Достар, 2026 жыл мінекей есігімізді қағып, сәлеметсіздер ме деп келіп тұр. Сіздер не ойлайсыздар? Жалпы төрт түліктің ішіндегі тиімдісі қайсысы? Ірі қара ма, ешкі ме? Әлде қайткенде жылқы жақсы ма? Жылқы деген пырақ деп жатады ғой біреулер. Көкпар сүйетіндер осы кезде арқасы көзіп айқайлап шығуы мүмкін комментарийде. Әрине жылқы, қарабайырдан бір үйірің болса шіркін арман жоқ деп айтатын да шығар. Достар, мына видеоны мал ұстап отқан таныстарыңызға жіберіңіздерші. Қандай малдың түрін ұстаған тиімді екенін айтсын, бөліссін. Сөйлеген қара торғай Далкент берекелі мал шаруашылығын басталды. Сау болыңыздар.